Насылдым. Сәлем сүйкімді көрермендерім. Таро жайылма жасайық. Кішкене күрделі әңгіме айтайық деп па. Салмақты кішкене ірілеу. Келт құбыласын жасаймын. Ол жалпы болжам. Есіміңізді айтып, жалпы жағдайыңызды қарайық. Солай қызық болады. Сіздің ойыңызша, сіздің өміріңіз осылай болып жатыр. Бірақ сіздің сезімдеріңіз былай айтады. Жоғарғы әлем сізге не дейді? Өсиеттері болмаса қандай да бір ескертпелері төменгі әлемнің сізбен болған оқиға ол неге әкелді? Сіздің ішкі ойларыңыз, сіздің ниетіңіз алда жалда болатын жағдай және ең түпкі болашағыңыз неге жетесіз? Бұл тароның түпкі іргетасы деп па, келт құбыласы. Сіздің ойыңызша жаймен болып жатыр. Уақыт созылмай кетті, уақыт созылып кетті, уақыт неге сіздің сезіміңіз бойынша болмаса әсті бір паста бір нәрсе қылып жетерміз деп, бірақ шын мәнінде қапаланып быт-шыт болады. Неге осы маған осылай береді деп. Қайта жоғарғы әлем, ұлы күштер сіздерді өте жақсы көреді. Бақ шіркін төменгі әлем де сізді қолдап қорғап тұр. Не болған сонда сізбен? Бір іс-әрекет жасаған екенсіздер. Оған жеңіске жетіпсіз. Онда не үшін? Не қайғы мұнда? Қазір сезімдеріңізді көрейік. Бұл жерде енді толықсыған адам келіп тұр. Жалғыз өзіңіз болса, жалғыз ер азаматым жоқ деп тұрсыз ба? Соған күрес болып жатыр. Түпкі қорытындысы сабырлыққа әкеліп тұр. Не үшін ер азаматты бермей жатыр сізге? Егер ұлы күштер де сізді қолдап тұр, төменгі әлем де сізді қолдап тұр. Басыңызда бірдеме бар екен. Тағдырлық сынақ. Бұл дуа сиқыр емес, бұл тағдырлық сынақ. Сіз бұл жолдан өтуіңіз керек. Қашан жалғыздықты мойындайсыз, қабылдайсыз, қашан жалғыздықта өз-өзіңізбен дос боласыз, сізге ер азаматты есігіңізге ашып кіргізіп жібереді. Мекен жай осы келіншектің деп. Сондықтан өз-өзіңіздің жалғыздығыңызды тезірек мойындаңыз. Қалай бар, солай барды. Солай етіп түсініңіз енді.